Намаз оқымағандарды былай қойып, намаз оқып жүріп, күндегі 5 уақыт намазымызбен, Аллаға деген иманымызбен жүріп, арамызда бір-бірімізді құрдасымыз ғой деп қалжыңдап, бір-бірімізді мазақтап жатамыз. Ол әрине бар нәрсе, бәріміздің басымызда өтіп жатқан нәрсе, қоғамда болып жатқан нәрсе. Сол мазақтықта ол адамның хақысына тиесілі күнә болып саналады екен. Бұл жайда Алла Субхану Құран кәрімде не дейді? يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من النساء عسى أن يكون خيرا منهن. Sadaqallahu. O iman keltirgендер араларынан bir топ қауым басқа bir топ қауымды мазақ етпесін. Қайдан білесіңдер, мазақ етілгендер өздерінен де қайырлы шығар. Сондай-ақ bir топ әйелдер басқа bir топ әйелді жамандамасын, мазақ етпесін. Мүмкін олардан қайырлы шығар дейді. Қазақта bir жақсы сөз бар, ұлық болсаң кішік бол дейді. Biz bir-birimizni mazaqtauмен, bauırımızı mazaqtauмен özümüzді, дәрежемізді көтерген сынақ боламыз. Яғни тәкаппарлық, оның бір кемшіліктерін айтып, соны мазақ қылып, күлкі қылып, көңіл көтеруге сондай амалдар жасап жатамыз. Ол өте ауыр адамның қасында жатады. Қазірше айтқанда жастардың арасында ол прикол дейді ғой. Bir-біріміз прикол ұстайды. Сол приколдың қазақшасы сол мазақ. Bir-бірімізді мазақтау, күлкі мазақ қылу, адамдардың алдында соның дәрежесін түсіру, өзімнің дәрежемді көтердім деген сияқты тәкаппарлыққа апаратын жаман қасиеттердің бірі. Алла одан сақтасын. Асыл дініміз сол мазақ жайында тағы да айтады, сендер өзге дін өкілдерінің де Алладан басқаға табынатын да адамдарды мазақтамаңдар дейді. Сендер олардың мазақтарын қайдан білесіңдер? Оларда сендердің Аллаға сөз тигізу мүмкін дейді. Сол сияқты Алла Субхану біздерді ондай барша жаманшылық атудан қайтарады. Және де тағы бір кемшілік тұстары бар. Ол біздерде осы өте көп тараған нәрсе, осы мына лақабат, кличка дейді. Жаман атпен атау. Енді бұл жерде ғалымдарымыз айтады, бұның өзін екіге бөлген. Бірісі жақсы есім, бірісі ол адамға ұнамайтын есім дейді. Енді әрине жақсы есім, лақабат әр адамдарда болады. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кезінде болған, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қасында сахабаларында лақап ат қойған. Мысалы жаңағы Омар радиаллаху анху Фаруқ деп қойды. Фаруқ деген не? Ол жалған мен ақиқатты ажыратушы. Осман радиаллаху анху dedi Зил-Нурайин, екі нұрдың иесі деп лақап ат қойды. Бұл нені білдіреді? Бұл адамға егер сол айтқан қойған ат ол иесіне ұнап жатса, оған қарсылық келтірмесе, ол лақап атпен атауға дініміз рұқсат етеді. Ал енді ол қойып атқан ат ол адамға ұнамаса, ол адамның бір кемшілігін, келбетін, жүріс-тұрысын, мінезінде бір кемшіліктерді айқындап тұратын жаман ат болса, оған бізде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Алла Субхану тағала біздерге ондай жаман ат қоюдан тыяды. Ол жайында Құранда не дейді? وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Bir-біріңді міндемеңдер, жаман ат тақпаңдар, иман келтіргенден кейін бұндай сүргей ат қандай жаман дейді. Кім тәубе етсе, міне солар, тәубе етпесе, міне солар залымдар. Сол сияқты бұл да бір жаман қасиеттің біреуі болып табылады екен. Және де тағы бір кемшілік тұс бар. Ол өте көп кездесетін нәрсе. Момын мұсылмандардың арасында бір-бірімізді, бір бауырымызды келіп алып ортада жамандап атсақ, мына бауырым кеше бүйтті, кеше айтты, мынаның ісі дұрыс болмай жатыр деп жамандап атса, мынандай екен деп атса, сол істі тоқтатпай жатқан біздерде кемшілік бар екен. Яғни, момын мұсылман бауырымыздың абыройына сөз келіп атса, соны біз қорғауымыз керек екен. Ол туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көптеген хадистер бар. Қайбір момын мұсылманның бір кемшілігін көріп атсаң, ол жайлы сен үзір ізде дейді. Алла Субхану ол жайында Құранда не дейді? Я айюхаллазина аману ин жаакум фасиқун бинаин фатабайяну ан тусибу қауман бижахалати фатусбиху ала ма фаалтум надиман. Сендерге фасық бір адам келіп бір хабар әкелсе, оны тексеріңдер, анықтаңдар дейді. Хабарына анығына жетпей, үкім шығармаңдар дейді.
Егер сондай үкім шығарсаңдар, өз-өздеріңе зұлымдық еткен боласыңдар, деп Алла Субхану тағала біздерге ескертіп жатыр. Яғни, бұл не келеді? Біздер сөз арасында, әңгіме арасында сондай сөздер айтып қаламыз, соны естіп тұрып бауыр мұсылмандарымыз, соны тоқтатпаймыз. Біліп тұрсақ та, ол нені білдіреді? Біздердің иманымыздың әлсіздігін білдіреді. Сол момын бауырымыздың мейлі ол күнә жасағанша, бірақ сол күнәні әшкерелеп, абыройынан ұстан келтіріп, соны біз естіп тұрып, соны тоқтатпасақ бауырымызды. Алла Субхану Құранда айтқандай, "Kuntum khayrat ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Сендер сондай бір қайырлы үмбет болып шығарылдыңдар, жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтаратын дейді. Сондай аят тұрып, сол біз аятқа амал етпеген болып саналамыз. Біреу жаман сөз айтып жатса, сол бауырын тоқтата, бауырым, қоя тұр. Ол бауырымызды сен өзің көрдің бе, естідің бе, байыбына бардың ба, ақыл оны жаңағы тексердің ба деген сияқты сөздің байыбына кеп тоқтатып, оны ақылға шақыру, момын мұсылманның абыройын сақтау, ол да міндет екен. Момын мұсылман, мұсылманның айнасы дейді. Бұл жерде керісінше мағына шығады осы хадистен. Жаңағы бір бауырымыздың кемшілігін естіп жатсақ, бір қателігін естіп жатсақ, сол қателікті, сол адамды жекмей, сол адамның кемшілігін іздемей, керісінше айнасы деп жатыр. Біздер сол мінез, сол кемшілік, сол күнәні мен істеп жүрген жоқпын ба? Сол амал мен жасап жатқан жоқпын ба? Сондай қасиет менде бар ма деп өзімізді тазалап, өзімізді тексеруіміз керек екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл жайлы не дейді? "Кафа бил мар'i кадибан ай юхаддиса би кулли ма сами'а." Мұсылман адамның өтірікші болуына естіген сөзін айту жеткілікті дейді. Біреуден бір сөз естиміз де, оны басқа біреуге айта саламыз, болды. Солмен біз өтірікші болуымызға жеткілікті дейді. Яғни, әр сөзді бағанағы пайғамбарымыз айтып кеткендей, кім Аллаға ақырет күніне иман келтірсе, жақсы сөз сөйлесін дейді, болмаса үндемесін дейді. Пайғамбарымыз сол көптеген хадистер бар. Момын мұсылман өзіне тиісті болмаған, өзіне қатысы жоқ істерден өзін аулақ ұстаған мұсылман дейді. Сол сияқты біздерге Алла Субхану тағала үгіт насихат айтады, соның бірісі жаңағы айыбын жасыру. Момын мұсылманның айыбын жасыру. Біз жасырмаймыз, керісінше әшкерелейміз. Сен бүйттің, сен сөйттің, ана бауырымыз бүйтіп жатыр, мына бауырымыз бүйтіп жатыр деген сияқты бір-біріміздің күнәларымызды ашып береді. Не болмаса адам өзі күнәсін өзі жариялайды. Олар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейді: "Ваман сатара муслиман сатарахуллаху яумал қияма." Кімде-кім мұсылманның айыбын жасырса, қиямет күні Алла да оның айыбын жасырады дейді. Тағы бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Алла Субхану тағала бір мұсылманның түндегі жасаған күнәсін жасырып қойды" дейді. Бірақ сол момын мұсылман ертеңгісін сол күнәсін жариялайды дейді. Күнәсін айталайды. Сол сияқты біздердің Алла Субхану тағала қаншама күнәларымызды жасырып жатыр, оны тек қана Алла білуші және біз білуші. Сол күнәларымызды жасыру, айыбымызды жасыру момын мұсылманның міндеті болады. Сол сияқты жаңағыдай бос сөздерге, жалған сөздерге, қазақта айтады ғой, жел сөздерге ермей, байыбына барып, сөзді салмақтап, сондай ақыл парасатпен, сабырлықпен амал етсек, иншалла Алла Субхану тағала біздерді тілімізге ие болса, пайғамбарымыз айтып кеткендей, кім екі жағы мен екі бұтының арасына ие болса, мен оған жәннатқа кіруіне кепіл боламын деп айтқан сөзін баршамыз білеміз. Сол үшін сондай амалдардан аулақ болайық, бір-біріміздің мұсылмандарымызды жаңағы осы күнәларды жасағаннан бізге қандай пайда келеді? Керісінше момын мұсылмандардың арасында жік болады, бір-біріне деген жек көрініш болады, бір-біріне деген ауызбіршіліктен айырыламыз. Алла одан сақтасын. Қаншама күнә жасап жатса да күнәні жасырайық. Тіпті болмай баратса, өз бауырымызға соны жеке шығарып, өзіне айтайық, өзіне түсіндірейік. Бауырым бұлай емес, бұл бұлай емес. Жақсылықпен, зекумен емес, махаббатпен, жақсы көрумен айтсақ, әрине ол түсінеді. Жақсы оймен шыққан сөзді иншалла бәрі түсінеді.